жазушы ертегімен жетілу туралы көптеген психологиялық курстары бар. Оның кітаптары қазіргі кезде танымал. Жалпы бұл кітаптың негізгі идеясы уайым мен алаңдаушылықты жеңу, тыныш әрі саналы өмір сүруге үйрену. Ең бірінші осы алаңсыз өмір сүрудің құпияларының ең біріншісі ол уайым. Уайым, егер де адамда уайым бойында уайым көп болатын болса, ол адамның өмірі алаңсыз болмайды. Уайым адамның басты жауы. Денсаулықты бұзады, ұйқыны қашырады, өмір сапасын төмендететін айтқан. Бұл жердегі негізгі ой, уайым мәселені бірінші жаман жағдайға елестету, оны қабылдау және де іспен айналысу, ол ойды тазартады. Сондықтан да пайдалы іспен айналысу, еңбек ету, мақсат қою өте маңызды. Бүгін мен өмір сүру қағидасы. Бірінші қағида жаңа уайым болды, екіншісі бүгін мен өмір сүру қағидасы. Кешегі күн өтті, ертең әлі келмеді, бүгін сенің қолыңда. Болашақ үшін шамадан тыс уайымдамау, тек бүгінгі күнге назар аудару керек деген. Бұның барлығы айналып келіп сол уайымға келеді. Яғни бізде көп уайым болады, кешегі күнімізге байланысты. Мысалы кешегі кезде айтып қойды, не істедім, неге бұлай жасадым деген сияқты уайымдар болады адамда. Ертеңгі күнге де болашағым не болады, мен ертеңгі күнім не болады деген сияқты сондай сұрақтар жиі мазалайды адамды, уайымдаймыз болашағымыз үшін. Сондықтан да бұл жерде Дейл Карнеги айтқан бүгінгі күнді ғана ойла, бүгінгі күн сенің қолыңда. Болашақты шамадан тыс көп ойлап, оны уайымдай беру қажеті жоқ деген. Бесінші қағида бұл ұсақ-түйекке мән бермеу. Өмірді ұсақ-түйек нәрселермен улау өзіне жасалған қиянат деген. Әр нәрсеге бола күйзеліске түспеу, ол алаңсыз өмірдің кілті. Алтыншысы сын мен пікірден қорықпау. Адамдар бәрібір сынайды. Сен қанша жерден жақсылық жасап тұрсаң да, қанша жерден керемет адам болып тұрсаң да, адамдар сені бәрібір де сынайды деген. Барлығына бірдей, мынау мүмкін емес. Сондықтан да өз жолымен жүру, өзіне ғана сену қажет деген. Алғыс айту мен қанағат сезімі. Бар нәрсеге шүкір ету. Жұртты ойлай бермеу керек деп айтады. Бұл жерде алғыс айтатын адам ішкі тыныштыққа жетеді. Келесі денсаулық пен тынығудың маңызы. Ең бірінші деніміз сау болу үшін біздің ұйқымыз тыныш болу керек, ұйқымыз дұрыс болу керек. Одан кейін демалыс, күйзелісті азайту және шаршаған адам уайымшыл болады дейді. Ең бірінші білеміз, денсаулыққа ең қажетті маңыздысы денсаулыққа ол ұйқы. Одан кейін ішкі тыныштық сананың іші, ойды басқару арқылы өмірді басқаруға болады дейді. Ойың тыныш болса, өмірің де тыныш болады. Ішімізде, ішкі жан дүниемізде бізде көптеген уайымдар болады, көптеген сұрақтар болады. Сол сұрақтардың барлығы не істеу керек дейді, ойымызды таза толтыруымыз керек дейді. Ойымыз таза болса, ойымыз тыныш болса, өмірімізде соншалықты тыныш болады дейді. Қорытынды ой, енді алаңсыз өмір сүрудің құпиялары, ол бүгінгі күнмен өмір сүру, бүгінмен өмір сүру, уайымға берілмеу, әрекет ету, ұсақ-түйекке бола күйзелмеу, алғыс айту, өзіне сену. Бұл кітап психологиялық тыныштыққа апаратын жол көрсеткіш. Осы алаңсыз өмір сүрудің құпиялары осылар деп есептеледі. Келесі сіздерге сұрақтарым бар? Сұрақтарыңыз айтыңыздар. Бірінші сұрақ, бүгінмен өмір сүру қағидасы нені білдіреді? Уайымсыз өмір сүру. Ұсақ-түйекке мән бермеу. Өткенді көп ойлай бермей алдыға өткенге де және болашақты да көп ойлап, оны шамадан тыс уайымдай бермеу. Одан кейін уайымды жеңудің 3 қадамы қандай? Бос уақыт. Бос отырмау. Өткенмен болашақта қазбалай бермеу, ойласақ тек қана бақытты жасақтар уайымды жеңу үшін қадамы қандай дегенде енді демалу, шаршағанда демалу. Ең жаман нәрсені
ішімізде неліктен ұсақ түйек нәрселерге бұлар күйзеліске түспеу керек? сондықтан да күйзеліске көп түспеу керек. Вайымшылана